Бүгін сенбі, сағат таңғы 8-ден кетті. Мен әдеттегідей екі ұлыма олардың сүйіп жейтін ботқасын, ал жолдасым екеумізге жұмыртқа қуырып таңғы ас дайындап жүрмін. Ас үй іші жылы, терезеден түскен таңғы жарық бәрін әдеттегідей тыныш етіп көрсетіп тұр. Балалар бөлмеден күліп шығып, бір-бірімен таласып, ботқаны кім бірінші жейтінін айтып жатыр. Осындай сәттерде мен өзімді ең бақытты әйел сезінетінмін. Бірақ соңғы кезде сол бақыттың үстінен бір көлеңке түсіп тұрғандай. Жолдасым соңғы 7 ай қатты өзгерді. Үйде көңілі болмай, сәл нәрсеге ашуланып мазасы болмайды. Мен жұмыстан шаршап жүрген болар деп оны ақтауға тырысамын. Жолдасым ауруханада дәрігер. Жұмысы ауыр екенін түсінемін. Әркез қолдауға тырысамын. Мен де медицина саласында жұмыс жасаймын. Мен басқа емханада мейірбике болып қызмет етемін. Ал жолдасым қалалық ауруханада уролог дәрігер болып жасайды. Бұрын жұмыстан шаршап келсе де, балаларды құшақтап, қалжың айтып отыратын. Ал қазір үйге келгенде үнсіз. Кейде телефонды қолынан түсірмейді. Кейде тіпті көзіме қарамай сөйлейді. Алғашында мән бермедім. Көп жұмыс істеп жүр деп өзімді жұбаттым. Бірақ әйелдің жүрегі алдай алмайды екен. Бір нәрсе дұрыс емес екенін сезе бастадым. Соңғы жаңалықтар барлығын шок етті. Енді отбасымыз бұрынғыдай болмайды. Арада балалар болса да, мен көз жұмып отыра алмаймын. Ендеше барлығын бүкпей жармай айтып берейін. Жұмыста жүргенімде жұмыстағы құрбым, яғни коллегам мені сабырға шақырып отыршы, тек ашуланбашы. Егер айтпай қойсам сатқындық жасағаным болар деп бастады. Құдағайымыздың 60 жылдығына мейрамханаға қонақ болып барғанымда сенің жолдасыңды көрдім. Ол қасында жап-жас қызбен шүйіркелесіп құшақтасып шығып бара жатты. Мен соңдарын білдіртпей шықтым. Бәлкім ол емес ұқсас адам болар деп қарағанымда, машинасы да сіздікі деп барлығын баяндап берді. Сол кезде көзімнен жас та шықпай қойды. Үлкен ұлымыз небәрі 6 жаста. Ара қатынастың суып кетуіне осындай аз уақыт неке өмірі бола ма екен? Тіпті 10-15 жылда тұрмадық қой. Сол күні жолдасым суткада жұмыста болды. Келесі күні таңертең келіп тамағын ішіп жатып қалды. Мен телефонын ақтара алмадым. Бұрын соңды ақтарып та көрмеппін. Ешқандай күдікте болмаған еді. Тіпті айлап маған жақындамаса да жаман ойлаған емеспін. Машинаның кілтін алып ішін тінтіп іздей бастадым. Ұзақ уақыт іздегеннен кейін бір ескі смартфон тауып алдым. Онда да пароль қойыпты. Көрші кварталдағы телефон өңдейтін жерге апарып ашқызып алдым. Шыны ашып бөтен WhatsApp, бөтен номер және жаңа өзіне ғана белгілі әлемі бар екен. Көзім қара түнектей болды. Оқығандарыма өзім сене алар емеспін. Мен кимеген қымбат киімдер, алтын бұйымдар, тіпті путевкаға дейін әперіп жүр екен. Ақша жетпейді деп айта беретін жолдасым әлгі жас қызды әбден еркелетіп жүр екен. Маған жақындамауының себебін де түсіндім. Әлгі қыз үлбіршектей жап-жас әдемі екен. Жолдасымның мына сөздерін де оқып үлгердім. Сенің астындағы ақ гүлдерің мамықтай нәзік, қайта-қайта соғып сені есіңнен тандырып еркелеткім келеді деп бір фильмдегідей сюжет етіп жазыпты. Тентегім тек саған ғана ұмтылады, үйде болғанда ол қозғалмайды деп мені жиретіп, мазақ етіп жазыпты. Маған не себепті салқын екені, не себепті жақындамайтыны енді белгілі болды. Үйге түскі бірлерде келдім, жолдасым ұйқыдан тұрған. Шай қосып қойыпты. Мен ашумен жанжал шығармадым. Көзімнен жас та шығармадым. Үстелге телефонын қойдым. Мені мазақ етіп аяққа таптағанша жай ғана айта алмадың ба? Әлде сатқындық жасау сен үшін оңай ма? Деп көзіне тіке қарадым. Тұрып жатқан пәтеріміз ата-енеміз әперген еді. Мен сол күні киім-кешегімді жинап, екі ұлымды алып кетіп қалдым. Өмірім тоқтап қалмады. Мені сатып кеткен адамға мен қайғы жұтып депрессияға түсетін адам емеспін. Басында қиын болар, мен мықтымын. Барлығын жеңемін. Ішкі жан дүниесін ақтарған 30 жастағы тараздық келіншек.